Саламатсыздар. Бүгін біздің лекцияның тақырыбы Менделеевтің периодтық заңын, периодтық жүйесін және атом құрылысын оқып үйрену әдістемесі, химияны оқыту әдістемесі пәні бойынша. Осы бұл жерде қарастырылатын сұрақтар. Менделеевтің периодтық заңын қарастырамыз, периодтық жүйесін және атом құрылысын оқып үйрену әдістемесін, атом құрылысын оқыту әдістемесін қарастырамыз, зат құрылысы, құрылымы, валенттілік туралы ұғымдардың қалыптасуын, химиялық байланыс және зат құрылымын оқып үйренудің маңызын осы дәрісте қарастырамыз. Енді периодтық заң және атом құрылысы ол мектеп химия курсының негізі болып табылады. Менделеев ашқан периодтық заң табиғат дамуының жалпы заңдарының бірі. Бұл химиялық элементтер және олардың қосылыстар туралы білімді бір жүйеге түсіруге, түсіндіруге және болжамдар жасауға мүмкіндік берді. Атом құрылысын анықтауға және элементтер ашуға және синтездеуге жоба көрсетті. Периодтық заңның негізінде атомдық физика, геохимия және тағы басқа жаратылыстар ғылымы жедел осы заңның негізінде дамыды. Енді мына жерде Менделеев ол жасаған периодтық заңы және периодтық химиялық элементтер периодтық жүйесін қарастырамыз. Бұл жерде көрсетіліп тұр оның суреті және Менделеевтің период кестесі. Енді периодтық заң және периодтық жүйе орта мектептегі химия курсының теориялық негізі. Бұлардың негізінде құрылған химияның мазмұны ғылыми жағынан шынайы, жүйелі және түсінікті болып келеді. Периодтық заң және атом құрылысы өтілген соң химия курсының теориялық деңгейі артады. Химияны оқып үйренуде дедукциялық маңызы артады. Ашылмаған химиялық элементтер және олардың қосылыстарының қасиеттері туралы Менделеевтің батыл болжамдарының тәжірибеде расталуы оқушыларға мақтаныш сезімін тудырады. Жерде өздерің білесіңдер, бұл уақытында болжап кеткен үш элемент тез арада ашылған сол уақытта. Енді Менделеевтің периодтық заңы ол негізінде 1860 жылы ашқан. Тағы да периодтық жүйе көрсетілген. Енді оған не себепші болған? Заңның шығуына себепші болған жағдайлар. Ең бірінші материалдардың жиналуы, оған дейінгі ғалымдардың жұмысы. 1860 жылы Карлсруhe қаласында химиктер съезі және жеке қасиеттер, әр элементтің жеке қасиеттер талқыланғаны. Енді Менделеевқа дейінгі ғалымдар жұмысы, біраз жұмыстар атқарылған сол уақытта. Берцелиус мысалы металдар және бейметалдар туралы түсінік берілген. Дебрейнер триадалар туралы, оны кейін қазірсінде күресте қарастырамыз. Ньюленс октавалар, Мейер екеуі октавалар көрсетілген ол жерде. Енді мына жерде қазір көрсетеміз Льюленстің октав заңы. Бұл жерде бірінші октаваға қандай элементтер бұл жерде негізделген екен, қандай элементтер? Сутек, литий, бериллий, бор, көміртек, азот, оттегі. Екінші октавада бізде фтор, натрий, магний, алюминий, силициум, фосфор, күкірт. Үшінші октавада хлор, калий, кальций, хром, титан, марганец, феррум. Енді ноталар, октавалар болған нота, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Осыларға осы негізделіп, осы элементтерді қойған. Енді триадалар, Дербенейр. Бұл жерде бірінші триадаға қойған литий, натрий, калийді. Олар бірінші топта орналасқан элементтер. Екінші триадаға қойған кальций, стронций, барий, екінші топ элементтері. Үшіншіде болған фосфор, арсеникум, стибиум. Төртіншіде болған күкірт, селен, телур. Бесіншіде хлор, бром, иод. Сөйтіп триадалар құрастырған. Мына жерде Менделеевтің периодтық жүйесі білесіңдер, периодтан тұрады және топтардан тұратын. Периодтар ол химиялық элементтердің горизонталды орналасу қатары. 7 период бар, өздерің білесіңдер. Периодтық кіші периодтар бар, бірінші, екінші, үшінші және үлкен периодтар, ол 4-ші, 5-ші, 6-ші. 7-ші әлі толықтырмаған толық. Әр период, бірінші период санамағанда, бірінші период бізде сутек және гелийден тұрады, екі элементтен. Басқаларда екінші периодтан бастап барлық металдармен басталады. Литий, натрий, калий, рубидий, цезий бірінші топ негізгі топша элементтері және асыл газдармен аяқталады. Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон.
Енді қазір кезде периодтық заң және атом құрылысы туралы оқу материалын қарастыратын үш тәсілі қалыптасқан мектеп қабырғасында. Бірінші тәсіл химия ғылымының даму жолына негізделеді. Ғылымда алдымен периодтық заң ашылып, периодтық жүйе жасалды. Соның периодтық жүйедегі заңдылықтар түсіндіретін атом құрылысы туралы мәліметтер анықталды. Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық заңын тәжірибелік білімге сүйеніп қорытты, бірақ ішкі мәнісін түсіндіре алмады. Бірақ оның болашақта дамитынына, жаңа деректермен толықсатына кәміл сенді. Сондықтан Менделеевтің данышпандығын, жалпы заңды ашудағы ғылыми ерлігін көрсету үшін алдымен периодтық заң және периодтық жүйе толық өтілетін болды. Содан соң атом құрылысы қарастырылып, периодтық заң және периодтық жүйе электрондық теория тұрғысынан қайтадан оқытылды. Енді екінші тәсілге тоқталатын болсақ, біріншіге керісінше жүзеге асырылады. Алдымен атом құрылысы туралы оқу материалын өтіледі, соның тұрғысынан периодтық заңдылар қорытылып шығарылатын болған. Үшінші тәсіл бойынша периодтық заң мен атом құрылысы бір мезгілде өтіледі. Жаңа бағдарлама бойынша оқыту осы тәсілге негізделген. Бір уақытта периодтық заң және атом құрылысы бір мезгілге қазір уақытта өтіледі. Атом құрылысын оқытуды қазір қарастырамыз. Атом термині атомос грек сөзі қазақшаға аударғанда бөлшектенбейді деген ұғымды білдіреді. Сол уақытта ол атом бөлшектенбейді деп естілген, бірақ қазір өздерің білесіңдер, ядролық реакция кезінде уже бөлшектенетінін бәрін дәлелдеген. Осы пікірістен болып тұрған кезден өзінде орыс ғалымдар Павлов 1819 жылы, Морозов атомның құрылысы күрделі деген пікір айтқан. Атақты ғалымдар Менделеев, Бутлеров атом әзірше бізге белгілі тәсілдермен шектелмейтін бөлшек деп жорамалдаған уақытта. Енді атомның бөлшектенетіні туралы алғашқы эксперимент мәліметтер 19 ғасырдың соңында алынды. Оларға жататындар бірінші катод сәулелеріне, рентген сәулелерінің және радиоактивтілігінің ашылуы. Бұларды зерттеу атомның бейтарап, оң және теріс заряд алған бөлшектерден тұратынын көрсеткен. Осыған орай оқушыларға альфа бөлшек, протон, нейтрон, электрон, позитрон туралы түсінік беріледі. Олардың массалары, зарядтары толық және қысқалар белгілеулер кесте түрінде жазылатын болған. Енді мына сұраққа қарасты тоқталып кетеміз. Зат құрылымы, валентлік және тотығу дәрежесі туралы ұғымдардың қалыптасуын. Енді валентлік ұғымы химия ғылымының дамуында маңызды рөл атқарады. Себебі валентліктер білмесек, біз қосылыстар жаза алмаймыз. Валентлік, электрлік, латынша валентлік, көш атомның басқа атомдарда немесе атомдар тобын қосып алып, химиялық байланыс құру қасиеті болып табылады. Валентліктің мәні берілген элементтің атом ала алатын немесе орнын баса алатын сутек атомдарының санымен өлшенеді. Енді мына жерде мына суретке қарасақ, неғылам көрсеңіз, валентлік дегеніміз ол атом басқа атомдар немесе атомдар тобын қосып алып, химиялық байланыс құру қасиеті. Бұл жерде сутек 1 валентті, оттек 2 валентті, азот 3 валентті, көміртек 4 валентті екенін көрсетіп тұр бұл жерде. Енді валентлік мәні берілген элементтің атомы ала алатын емес, соның орнын баса алатын сутек атомдарымен санымен өлшенеді. Химия валентлік ұғымын 1853 жылы ағылшын химигі Франклин енгізген болатын. Енді бұл жерде элементтердің валентлікке қарап химиялық формулалар жазуға болады. Білесіңдер, судың формуласы H2O, қалай жазамыз? H2O, біз жаңа алдында көрсетіп кеткен сутек 1 валентті, оттек 2 валентті. Сондықтан ол екі қол болған соң оттегі 2 сутек қосып алады. Валентліктер дамуында жаңа кезең атомның кванттық механикалық теориясының жасалуымен байланысты. Валентліктің кванттық механикалық теориясы бойынша элементтердің химиялық қасиеті және олардың валентлік атомның сыртқы электрон
кабатынын курулушуна байланысты. Атомдар өзара аракеттешип, химиялык байланыш түзүлүүнө тек сырткы электрондар, кабаттагы электрондар катышады. Өздөрүң билесиңер, ар элементтин өзүнүн электрондук курулушу болады. Электрондук курулушунун сырткы кабатында канча электрон бар экен, сол сырткы электрондар сол химиялык байланыш түзүүгө катышатын болады. Атомдун негизги күйүндөгү валенттүүлүк мунун сырткы электрондар кабатындагы жалпы жупсуз электрондун санына, яғни спиндер каныкпаган электрондарга байланыштуу. Мисалы, инертті газдардын электрондарынын баары жупталган, жалпы электрондору жок, 8-чи топто орналашкан элементтер. Сондуктан улар 0 валенттүү болот. Ал периоддук жүйөнүн 1-чи тобундагы элементтер атомдордун сырткы электрондук кабатында бир жалпы электрондар болот. Мисалы, литийда 1s2, 2s1 бир электрон бар. Сондуктан алар бирвалентті. А 2-чи топтогу элементтер 2 электронда бар. Сонда олар эквивалентті. Бәрін мына периодтық жүйеде элементтердің орналасу реті бойынша бәрін көруге болады. Мен мына жерде мысалы элементтің таңбалары келтірілген мына кестеде валенттіліктер, ең кіші орталық эселер, индекстер қандай қойылатын және формула шыққан берді. ПО берсең P2 O5, феррум 2 O3, магниол болып қала береді. SO SO3, PH3. Енді бізде валенттіліктер болады. Менделеевтің периодтық жүйесін орналасқан реті бойынша тұрақты және тұрақсыз ауыспалы. Тұрақты бізде көрсетеді Менделеевтің периодтық жүйесінде 1-чи, 2-чи, 3-чи негізгі топша элементтері көрсетеді. Ауыспалы валенттілік 4-чи негізгі топшадан басталады. Және бізде Менделеевтің периодтық жүйесінде қосымша топшалар бар. Қосымша топшалардың көбінесе д элементтердің валенттіліктері ауыспалы болады. Енді бұл жерде тағы да қарастырып кететін бір сұрағымыз бар, бізде химиялық байланыс. Химиялық байланыс жад құрылымын оқып, үйренудің маңызы өте үлкен. Орта мектепте химиядан берілетін білімнің мазмұны химия ғылымының даму дәрежесін өскеріп, дидактикалық тараптарға сай таңдап алынады және химия ғылымының негізі деп аталады оны. Зат құрылысы туралы сұрақтар мектеп химиясын айқын көрсетіледі. Себебі бізде химия ол қандай ғылым? Зат құрылысын затты оқып үйренетін ғылым. Қазіргі заманауи химияда зат құрылысына байланысты күрделі мәселесін шешу міндетті түрде назарына болады және мектеп курсында бұл мәселенің ешбір сұрағын зат құрылысы мәселелерін шешпей толық игеруге болмайды. Себебі заттарды біз білуіміз керек. Сондықтан оқушылардың заттың құрылымы және химиялық байланыс туралы білімін қорыту кезінде оларға өте баса назар аударылады. Мыналарға химиялық байланыстың дамуын алдымен қарастырады. Заттың құрылысы туралы алғашқы атомистикалық илим пайда болғалы аса жақсы ғылыми тірек бермесе де ойлану, тәжірибе арқылы зерделеу үшін біртіндеп жүргізуді дұрыс жолға қоя бастады. 19 ғасырдың басында бізде Дэви және Берцель жаңа теория жасап ұсынды. Осы уақытта химиялық байланысқа байланысты. Оған сәйкес бөлшектердің химиялық әрекеті тұсында бұған қатынасқан әрбір бөлшек бір-біріне қарсы зарядталса, бұл байланысты тудырады. Бұл электрохимиялық теория бірдей атомдардың түзілген молекуласы, мысалы сутек, хлор, оттегі, азот және басқалардың табиғатын түсіндіре алмады. Не себептен бұл жерде екеуі бірдей қалай байланысатынын. Химиялық байланыстың барлық түрлері электрон арқылы жүзеге асады. Өздерің білесіңдер, электрондар арқылы екі атом бір-бірімен байланысады. Элемент атомдардың электр тегістігі айырмашылығына қарай полюсті және иондық байланыстар түседі. Бізде бар донор-акцептік, металдық, сутектік. Заттың қасиеттері химиялық байланыстарының типіне, кристалл турларының түріне тәуелді болады. Биорганикалық химия курсының заттың құрылысы туралы теория қосылыстарының
негизинен кайта куруу Ахметов, Кузнецов окулгунда олар жүзөгө ашты. Ковалентті байланысқа бұл жерде тоқтап кетсек, бізде ковалентті байланыс полюсі және полюсті болады. Ол электр тегершікті жаңағы элемент, қосылыстағы элементтердің электр тегершігіне байланысты полюссіз байланыс мысалы. Бұл жерде бірдей атомдардың арасында тұрады. 1916 жылы американдық ғалым Льюис молекулаларда тұрақты сыртқы электрондардың конфигурацияның пайда болуы, екі атом арасында ортақ, екеуіне де бірдей жалпы алынған электрондардың түзілуінен шығатын дегендей болжамды ұсынды бұл жерде. Мұндай жағдайда химиялық байланыс жалпы электрондар жұптың түзілуі арқылы жүреді. Оған яғни электрондық жұпқа әрбір атом өзінің сыртқы электрондық қабатынан бір электронын береді. Бұл байланысты ковалентті, яғни бірде әрекет етуші деп атады оны. Енді ковалент байланыс түзу үшін орбиталдарында бір электрон бар, екі атом бірігісуі керек. Себебі екі атом болмаса байланыс түзілмейді. Екі атом міндетті болу керек. Екі міндетті түрде. Екі ядроның өрісіндегі электрондардың қозғалысы және олардың арасында кеңістікте электрондық тығыздықтың қолдануынан молекуладағы тартылыс күші арта түседі, энергия бөліп шығады. Екі атомдар қарағанда пайда болған молекула энергия қоры аз болғандықтан дәл тұрақты болып шығады. Бұл жерде тағы да электр тегершік ұғымына сәл тоқтап кетейін. Электр тегершік бізде мына период бойынша солдан оңға қарай ол артатын болады. Себебі солдан оңға қарай бізде бейметалдар пайда болады периодта. Олардың электр тегершігі металдарға қарағанда басым болады. Атомдар қосылған кезде электрон бұлттары неғұрлым көбірек қаптасса, сол энергия көбірек бөлініп, химиялық байланыста берірек болады. Мысалы, сутек бірвалентті, оттек еківалентті элемент. Қазір оттекті қарастырып кетейік. Ол ортақ электрон жұбын түзу үшін екі электрон жұмсайды. Сондықтан оттек атомдар арасында қос электрондық химиялық байланыс түзіледі. Мына жерде екі көрсетіп тұрғандай жұп электрондары бар. Ковалентті полюсті байланыс. Жаңа оттекті қарастырып енді полюсі себебі екі атомда бірдей күштері бірдей, олардың арасындағы байланыс бірдей болады. А полюсті байланыста бұл жерде электр тегершік ұғымына байланысты уже бұларда сәл басқаша болады. Әртүрлі атомдар, мысалы хлор сутек түзілген жағдайда ковалентті байланыс қалыптасса, онда электрон бұлттары белгілі дәрежеде теріс электр элемент атомның ядросына қарай ығысады. Электр тегершік жоғары бұл жерде. Осының салдарынан атомдардың біреуіне электрон жетіспейді, ішінара оң зарядқа ие болады. Ядро заряд есебінен. Екінші атомға электрон артық болғандықтан ядро зарядымен салыстырғанда ішінара теріс зарядқа ие болады. Енді міне хлор сутек молекуласында электр тығыздығының таралу және байланыс сипаты мынадай жағдайда болады. H дельта плюс, хлор дельта минус формуласымен осымен беріледі. Бұл жерде хлордың электр тегершігі сутекке қарағанда өте басым, сондықтан электрон бәрін өзіне тартып алады. Химиялық байланыстағы электрон тығыздығын осыны кейде бағдаршамен көрсетеді. Сутектен хлорға ығыстырып кетті. Хлордың электр тегершігі оттекке сутекке қарағанда жоғары, сондықтан қос электронды хлорға қарай ығысады. Осы себептен хлор сутек молекуласында хлор бізде теріс зарядты, а сутек бізде оң зарядты болып жерде көрсетіледі. Оқушының алдында зат құрылысы тақырыбын өткенде келесідей мақсаттар тұрады. Оқушыға атомның күрделі жүйе деген ұғымды, химиялық байланыстар түрлері туралы, кристалл решеткалар типтер туралы білімдерді қалыптастыру. Соларға жеткізу. Осыларды қандай екенін, зат құрылысын, қалай түзілетін химиялық байланыстар, валенттілік туралы, электр тегершік туралы ұғымдарды жеткізе білу. Зат құрылысын оқу барысында оқушылардың логикалық ойлау қабілеті дамитын болады. Себебі көп ойланатын уже. Бұл жерде өте маңызды рөлді химиялық курстардың химиялық реакциялар жүру заңдылықтары білім басқытында. Сонымен қатар периодтық туралы білімді
әрі қарай дамыту барысында теориялық сабақтарын күшейтуі. Енді бұл жерде бақылау сұрақтары бар. Периодтық заң оқушыларға білім мен тәрбие беру және оларды дамытуда маңызы қандай? Оқушылар периодтық заңды саналы қабылдау қалай әзірленеді? Периодтық жүйеге байланысты негізгі ұғымдар атом құрылысы тұрғысынан қалай қалыптастырылады? Периодтық заң Менделеев берген және қазіргі анықтамасы салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын табыңдар. Олардың әрқайсысына оқушыларға қай кезеңде түсіндірілетінін бұл жерде осы сұрақтарға жауап беру керек. Рахмет.